Құрметті студенттер, Қазақстанның жаңа заман тарихы пәнінен бүгінгі дәріс сабағының тақырыбы Батыс Қазақстанда патшалық Ресейдің отарлық бағытының күшеюі. Сабақтың мақсаты Ресейдің отарлық билік жүйесінің кіші жүзде күшею тенденциясын қарастыру. Дәріс сабағында төмендегідей мәселелер қарастырылады. Бірінші, Орынбор шекара комиссиясы, шекаралық сот және жазалау мекемелерін ұйымдастыру. Екінші, Орынбор казак әскерін және жаңа елек әскери желісін құру. Үшінші, Қаратай сұлтан мен Жоламан Тіленшіұлы басқарған қазақтар көтерілісі. 1822 жылы орта жүзде хандық билік жойылса, 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылды деп есептейміз. 1824 жылғы Орынбор қазақтары туралы жарғының авторы сол кезеңдегі Орынбор өлкесін басқарған Орынбор генерал-губернаторы Эссен. Жарғының түпкілікті жобасын Ресей патшасы 1 Александр 1824 жылы көктемде біржолата бекітеді. Сөйтіп кіші жүзде хан билігі жойылады. Реформа бойынша кіші жүз аумағы Жайықтың сырт жағындағы 3 округқа бөлінді. 1828 жылы ондағы әкімшілік бірліктерінің аттары өзгертіліп, батыс, орта және шығыс округтары деп аталды. Кіші жүздегі өкімет билігі Орынбор губернаторына тікелей бағынатын басқарушы сұлтандардың қолына көшті. Ондай жасақтардың әрқайсысында 100-ден 200-ге дейін адам болды. Яғни орта жүз округтерге 8 округке бөлінген болса мысалға, ал кіші жүз 1824 жылғы Орынбор қазақтары туралы жарғы бойынша 3 әкімшілік бөлікке бөлінген болатын. Батыс, орта, шығыс бөліктер. Міне бұларды басқарушы сұлтандар немесе билеуші сұлтандар деп аталды, немесе сұлтан правительдер деп аталған болатын. Әрине бұнда да сол қазақ ақсүйектерінің, қазақ элитасының жоғары пұрсатты табының өкілдері, яғни Шыңғысхан ұрпақтары негізінен осы отаршылдық әкімшілік енгізген реформа бойынша әкімшілік бірліктерді басқарды. Жүздің бөлінуі рулардың орналасуына және олардың арасындағы билеуші сұлтандардың беделіне байланысты болды. Сондықтан бөліну аумағы жағынан да, халықтың саны жағынан да біркелкілік болған жоқ. Шекаралық комиссия құрамына төраға, 4 кеңесші, ауқатты қазақтардан тұратын 4 өкіл кірді. Шекаралық комиссияның міндетіне далада тәртіпті сақтау, жергілікті қазақ шенеуніктерінің тіршілігін қадағалау, салық жинау, сот істері кірді. Жергілікті әкімшіліктің құрамына кіші жүздің 3 бөлігінің сұлтандары, дистанция басқарушылары кірді. Сұлтандарды Орынбор әскери губернаторы, ал басқа шендердің бәрін шекаралық комиссия тағайындады. Бұл жарғыдан кейін сот жүйесінде де көптеген өзгерістер болды. Ірі қылмыстық істер әскери сот немесе шекаралық комиссияның қолына көшті, ал кішігірім қылмыстық істер қазақтың дәстүрлі әдет ғұрып заңдары негізінде қаралды. Патша әкімшілік жергілікті билік органдарын, оның ішінде билер сотын, полициялық жазалаушы органдарға айналдыруға талпынды. Оларға қамауға алуға, дүре соғуға, Сібірге жер аударуға рұқсат берілді. Дәстүрлі билік құрылымын қиратқан жаңа жүйе кіші жүз қазақтарын Орынбор шекара комиссиясы арқылы басқаруды күшейтіп қана қойған жоқ, әлеуметтік, саяси және шаруашылық өмірдің барлық жақтарын да қамтыды. Қазақтарды құнарсыз жерлерге ығыстырған орыс қоныс аударушыларын орналастыру үшін кең мүмкіндіктер ашылды. Кіші жүздегі хан билігінің орнына патша жарлығына сәйкес жаңа билік орнады деп есептейміз. Яғни, Қазақстандағы хандық билікті жоюды патша үкіметі бірнеше онжылдықтар бойы жоспарлады.
Мысалға, сонау 18 ғасырдың аяғындағы Сырым датұлы көтерілісі кезіндегі Игельстром реформасының өзі Қазақстандағы хандық билікті жоюға деген алғашқы талпыныс еді. Бірақ та сол кезеңдегі Сырым көтерілісінің қарқындылығы, Сырым датұлы көтерілісіндегі хандық оппозициялық күштің патша үкіметіне наразылығы, бұның барлығы қазақ даласында, Қазақстанда әлде де чингизиттер ықпалының күшті екендігін, сұлтандардың ықпалының зор екендігі көрінді. Сондықтан да патша үкіметі Сырым датұлы көтерілісі барысында хандық билікті жоя отырып, оны 2-3 жылдан кейін қайтадан қалпына келтірген болатын. Яғни әлде де пісіп жетілмеген саяси реформалардың бар екендігіне көз жеткізді. Міне одан кейін ширек ғасырдай уақыт өткеннен кейін 1824 жылдар шамасында кіші жүзде, яғни Қазақстанның батыс өңірінде Әбілқайыр ұрпақтарының дара билігіне шектеу қойылды, яғни Қазақстанның осы бір батыс өңірінде хандық билік жойылды деп есептейміз. Бұл үлкен саяси оқиға, бұл үлкен саяси реформа кейінгі Қазақстандағы ұлт-азаттық көтерілістердің бір саяси алғышарты болып есептеледі. Бұл мәселені біз Қазақстанның жаңа заман тарихында астын сызып оқытамыз. Басқарушы сұлтандарға қазақтардың жасақтары да бағындырылды. Басқарушы сұлтандар қазақ станицаларында және шекара шебіндегі бекіністерде тұратын болып белгіленді. Мұның өзі олардың патша үкіметіне тәуелді болуын күшейте түсті. Басқарушы сұлтандардың атқаратын негізгі қызметі өздеріне қарайтын халықты тәртіп сақтайтын және патша үкіметіне әрқашан адал әрі айтқан екі етпейтін бағыныста болатындай етіп ұстау еді. Осыған байланысты реформа бойынша сайлау жүйесі жойылды. Барлық лауазымды тұлғаларды Орынбор губернаторы өзі тағайындайтын болды. Тағы бір маңызды мәселе Орынборда Орынбор шекара комиссиясы деп аталатын үлкен мекеме болды. Бұл Орынбор шекара комиссиясы Орынбор генерал-губернаторлығына бағынды және Қазақстанның осы батыс өңіріндегі Ресей отаршылдық билігінің барлық қадамдарын үйлестіруші, үйлестіруші орган болды. Орынбор шекара комиссиясының басшылығына келген чиновниктер әр уақытта өздерінің сол кезеңде оқымыстылығы менен, ғалымдықтар менен ғана көзге түсіп қойған жоқ. Олар патша үкіметінің отаршылдық саясатын алға қарай жылжытушы бірден бір саяси тұлғаларға айналды. Сонымен бірге 19 ғасырдың 20 жылдарында 1824 жылғы нақты осы хандық билікті жою туралы реформадан кейін Қазақстанның осы батыс өңірінде азаттық көтерілістері қарқын алды. Ол азаттық көтерілісінің басшыларының бірі Табын руынан шыққан атақты батыр би Бөкенбай батырдың ұрпағы Жоламан Тіленшұлы болатын. Жер үшін тартып алынған жайылымдар үшін күрес оның негізгі мазмұнына айналды. Осы жылдары жаңа елік әскери шебінің құрылуы барысында 7-10 мың шаршы шақырымға дейінгі жер қазақтардан тартып алынды. Яғни жер үшін, жоғалтқан жайылымдар үшін күрес батыр Жоламан Тіленшұлы бастаған ұлттық қозғалыстың басты өзегіне айналды. Бұл қозғалыс бірнеше жылдарға созылып барып, 1837-38 жылдары Кенесары хан басқарған ұлт-азаттық қозғалысқа қосылып кеткен болатын. Сонымен бірге, дәл осы кезеңде Қазақстанның батыс өңірінде Қаратай Нұралыұлы бастаған ұлттық қозғалыстың да кең қанат жайғанын біз атап өтуіміз керек. Қаратай сұлтан Нұралы ханның баласы, Әбілқайыр ханның немересі, отаршыл билікке қарсы Қазақстандағы отаршыл биліктің саяси қадамдарына қарсы тұрды. Тұтасымен Қаратай сұлтан қозғалысының себебі тұтасыменен осындай бір саяси себептерден тұрған болатын. Қаратай сұлтан кіші жүздің Байұлы руының билеушісі, жасынан кіші жүздегі тарихи оқиғаларға белсене араласқан.
1797 жыл тамызда Айшуақпен хандыққа таласқан Сырым батылып көтерілісі кезеңінде Сырымды өршелене қудалаған тарихи тұлға ретінде де белгілі. Оны Жетірудың беделді билері қолдады. Жантөре ауылын шауып, оны өлтіруі Қаратай қозғалысының бір қарама қайшылықты құбылысы болып есептеледі. Сонымен бірге 1824 жылғы реформа бойынша 3 бөлік пайда болған кезеңде патша үкіметі Қаратай Нұралыұлын өз жағына тарта отырып, кіші жүздің батыс бөлігінің әкімі етіп тағайындаған болатын. Осындай тарихи тұлғаның қарама-қайшылықты мәселелері көп болса да, Қаратай Сұлтан оқиғасы, Қаратай Сұлтан көтерілісі қазақ ұлт-азаттық қозғалыстарының тарихында ерекше аталып өтіледі. Жоламан Тіленшіұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс, біз жоғарыда айтып өттік, негізгі мәселесі жаңа елек шебінің салынуына байланысты. Елек өзені бойындағы жердің тартып алынуы бұл батыр Жоламан Тіленшіұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің қанат жаюына әкелген болатын. Отан тарихында Ресей еліне қарсы бағытталған көтерілістердің көп болғаны белгілі. Солардың бірегейі 1822-1824 жылдары Батыс Қазақстанда орын алған осы бір ұлт-азаттық қозғалыстар болып есептеледі.